Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa tuqan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Allahumma zakirna bima nasina amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін иншалла сіздермен сабағымызда ары қарай жалғастырамыз. Әл-Усрату Саида деген кітап. Бақытты отбасы. Бақытты отбасы болу үшін мұсылман адам нені білу керек, не нәрсе жасау керек. Соны біздер шамамыз жеткенше әуел бастан сол ер мен әйелдің жаратылыс хикметі содан бастаған болатынбыз. Өткен сабағымызда жалпы енді үйленудің бір бойдақ жігіт немесе бір тұрмысқа шықпаған қыз үйленуді ниет етіп әрекетке бастаған кезде не істеу керек, бірінші не нәрсеге мән беру керек деген сияқты мәселелерді сөз бастаған болатынбыз. Соның аясында Құрандағы Аллах Тағаланың Ниса сүресіндегі баяндаған бізге некелесуі дұрыс емес болған топтағы адамдарды айтып өттік. Ол әдеттегі біздің адами, өзіміздің қазақи түсініктегі бар нәрселер неке жүрмейтін. Әлбетте өзіміздің анамыз, әпке қарындастарымыз, бауырларымыз деген сияқты осыдан төмен қарап санап кетті. Осы аят бар, осыған ұқсас басқа да аяттар бар. Осындай үкімдерді алып беретін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистары бар. Соның барлығынан қорыта айтқанда біздің Ханафи мазхабында еркекті алайық. Бір ер адамға некесі жүрмейтін, некелесуге болмайтын әйел заттары екі топқа бөлінеді. Жалпыламай тұрда екі топқа. Біріншісі, онымен некелесу мәңгілік харам болғандар. Мәңгілік некелесе алмайсың. Ол әдеттегі жаңа өзіміздің ең жақын тумаластарымыз, туыстарымыз. Ал екіншісі бар, ол уақытша ғана некелесуге болмайды, бірақ сол уақыт өткен кезде неке жарамды болады, ары қарай некелесуге болады. Біздер енді осы жерге келіп тоқтаған болатынбыз, содан ары қарай қысқаша алып өтейік тақырыбымызды. Уақытша некелесуі тыйым салынғандардың ішінде ол біріншісі мынау. 3 талақ алған әйел адамды айтады. 3 талақ алған. Мысалға, бұл жерде енді бұндай мәселелерде талақ деген сөздер өткен кезде өте сақ болыңыздар. Сұрақ қойғанда да, мысал бергенде де өздеріңізбен байланыстырмаңыздар. 3-ші жақпен қолданасыз. Себебі өз атыңыздан мысал беріп, өзіңізге үкім түсіп кетуі мүмкін. Немесе біреуге мысал беріп, біреуге үкімді түсіріп жіберуіңіз мүмкін. Сондықтан 3-ші жақтан біреу деген сөздер айтылады болды. Бір адам өзінің әйеліне 3 талағын айтып жерсе, онда арасы бөлінді деген сөз. Қай уақытқа дейін ол өз әйелімен қайтадан неке қия алады десеңіз, ортада шариғаттың қойған талабы бар. Ол заңды түрде, табиғи тұрғыда, ол басқа біреуге тұрмысқа шығып, сонымен жасайтын нәрселерін жасап болғаннан кейін, олармен, Алланың қалауымен ол некеден босап жатса, сол кезде алуына болады. Бұл нәрсе Алла басымызға салмасын, Алла бұндай нәрселерден сақтасын. Сондықтан бұндай талақ деген мәселеде бұған қызықпай қойыңыздар, талақ деген сөзді мүлдем естеріңізге алмай қойыңыздар, жоқ екен деп жүре беріңіздер. Бұны білудің қажет жоқ. Біз отбасыны қалай сақтап қалу керек, соны біле берсек, бұл өзінен өзі тұра береді. Екінші, басқа біреудің некесінде болған әйел, ол басқа бір ер адамға неке қиюға болмайды. Себебі оның біреудің некесінің астындағы әйел болып есептеледі. Қашанға дейін ол сол әйел жаңағы өзінің күйеуінен ажырағанға дейін. Арада неке жүрмейді, уақытша деген сөз да сонда. Ал енді ол екеуі өле өлгенше солай ерлі зайыпты болып кетсе,
онда өмірдің соңына дейін солай кетті деген сөз. Бұның мысалын бердік қой. Енді Аллаға шүкір, сіздер мен біздер мешітте отырсыздар ғой, сіздерге бір жат болып естілуі мүмкін бұл мысалдар, бұл нәрселер. Бірақ өкініштісі, қоғамда осындай нәрселер орын алып жатыр да. Адамдардың арсыздығынан, ұятсыздығынан, азғындыққа түскендіктен осындай жаңағы оқиғаларды естиміз да. Яғни біреудің некесінің астында болған, біреудің әйелі болған біреуді барып білдіртпей ол жаңағы некесін қиып алған күндерде болады да. Міне сондықтан біздер қазіргі уақытта мешіттерге немесе бір жаңа имамдарға, молдаларға неке қиып берші деп келсе, біздер оны ай-шай жоқ қия бермейміз да. Сондай заттардың алдын алуымыз керек. Адамдар құтырған уақытта олардың дәрежесі малдан төмен болып кетеді да. Сол кезде біз барынша сақтанамыз. Ол сақтықты жасаған кезде дәлелің бар ма, пәленшең бар ма деген сөздер қажет емес та. Маңыздысы қоғамды сақтап қалу керек. Барынша сол сақтықпен жұмыс жасау керек. Бұған кешегі айтқан аятымыздың соңғы жағында уәл мухсанату минан нисаи деп айтқан болатын. Мухсанат деген, мухсанатун деген жекеше түрде сөз бар. Ол біреудің некесінде болған, яғни үйленген әйелді айтады. Сол әйелге ол күйеуі бар кезде оған неке қию уақытша харам етілген болып есептеледі. Бұл екінші түрі. Үшіншісі, айда күтіп жүрген әйел адам. Яғни біреуден бір әйел өзінің баяғы күйеуінен ажырасып, қазір енді заңды түрде де ажырасудың түрлері болып жатады. Солай бір ажырасу болып, енді ол ажырасқан күніне ертеңіне барып біреуге тұрмысқа шығып кете бермейді ғой. Шариғаттың өзінің талабы бар. Күйеуі қайтқан әйел 4 ай 10 күн өзінің айдасын күтсін дейді. Айда дегенне санақ күндері бар. Сол күнді өткізсін дейді ортада. 4 ай 10 күн не үшін күтеді? Ол күйеуі қайтқаннан кейін оның жатыры тазалану керек. Және оның қайғысы сейілу керек. Міне осы аралықта оған келіп, басқа біреу келіп неке қия алмайды. Тек арада біршама уақыт өткеннен кейін, қайғы басылғаннан кейін келіп ұсыныстар жасалуына болады да бұл жерде. Бірақ неке қиылмайды. 4 ай 10 күн өткенге дейін тек ұсыныстар жасалады. Ұсыныстың өзі ашық айтылмау керек та. Жанама түрде, жаңағыдай сіздей әйелге бір жаңағы қорған болатын бір еркек керек қой деген сияқты сондай бір жанама түрде жасауына болады да. Бірақ сол 4 ай 10 күн күткенін, біткенін күту керек болады. Және де басқа да мысалға күйеуінен талақ алған болатын болса, немесе заңды түрде, мысалы әйел адам заңға, сотқа өтініш береді, ажырасам деп. Ол қол қояды, ар жақтан келіп, күйеуі келіп, соған разылық білдіріп қол қояды, ортада не? Ажырасу ісі пайда болды. Бұл енді бірден ажырасып кете салды деген нәрсе болмайды. Ажырасып кетіп, ертеңіне үйленіп кету деген болмайды. Ортада не істейді? 3 ай күтеді. Немесе жаңағы жатыры жұмыс жасап тұрған әйел адам болатын болса, 3 ай емес, оныкі өзінің ай сайынғы келетін қонағынан 3-еуін күтеді. Осы 3-еу болғаннан кейін барып, ол басқа біреуге некесі жарамды болып есептеледі. Сонда бұл әйелдің де осы уақыты бітпейінше, бұл басқа біреуге уақытша некесі жарамсыз болып есептеледі. Төртінші, Аллах тарапынан жіберілген әхлі кітап болмағандармен неке қиюға болмайды. Сонда қалай болады? Қандай да бір әйел, ол сізге некесі жарамды болу үшін, ол не істеу керек? Ол иманы Аллаға болу керек. Мысалға, сіз бір қыз жақсы көріп қалдыңыз, бірақ ол қыз мұсылман емес. Делік христиан деп айтайықшы. Ал енді қазіргі христиандардың өздерінің сенімдері қандай ол? Соны біліп алу керек бірінші. Бірақ біздер айтамыз, мұсылман адам, ол қандай қызды өзінің некесіне алады? Бірінші мұсылманды. Одан кейін әхлі кітап дейді, кітап иелері. Олар кімдер? Құранда айтқан насранилер мен яхудилер. Олар қандай насранилер мен яхудилер десеңіз, олардың сенімі біздікіндей болғандар. Яғни таухид сенімінде болғандар. Алланы бір деп, оның ешқандай серігі жоқ, ол кемшілік атаулыдан пәк. Және Иса оның пайғамбары, Мұса оның пайғамбары, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям қияметтің соңғы пайғамбары деген нәрселерге сену керек. Міне оның ақидасы түзу болады. Міне
осындай болған кезде біз олармен некелесе аламыз. А бұндай болмаса, осындай дінге өткенге дейін бір қыз жақсы көріп қалсаң, онымен некең ортада не болмайды, жарамсыз болады да. Саған уақыт шақырам деген осы. Енді осы жерде бір сұрақ туындайды бізде. Қазір көп адамдардың енді өздерінің басына келмесе де сұрақ қояды бір. Ол қалай? Қазақтың қызы Қытайға кетсе бола ма дейді. Немесе қазақтың жігіті басқа ұлттың қызын алса бола ма? Деген сияқты. Бұл сұрақтарды түсінбестен алдын бірінші мұсылмандық мынандай бір түсінікке адам бейім болу керек та. Ол қалай? Мұсылмандықта ұлттан бірінші дін тұрады. Бірінші дін. Дін бәрімізді бауыр қылады. Бүткіл жер бетіндегі ақты да, қараны да, байды да, кедейді де, баршамызды бір-бірімізге бауыр қылады. Бұл діннің ұлылығы да. Сондықтан біз мейлі орыс болсын, мейлі Қытай болсын, ол мұсылман болса, оны бауыр деп тануды әдетке айналдыру керек. Бірінші осын сеніп алыңыздар. Сосын жаңағы некеге келеміз. Сонда бізде енді баяғыдан жаңағы түсінік қалыптасып қалған ғой. Орыстан досың болса, жаныңда айбалтаң дайын болсын деген сияқты сондай сөздер келеді. Бізге бір қалыптасады да, бір орыстың бәрі дұшпан сияқты болып көрінеді. Бірақ мұсылман болса, ол сенің бауырың да. Әрбір біз айтпаймыз, оны ғылымда дәлелдейді ғой. Ұлттың жаманы болмайды, адамдардың жаманы болады да. Себебі Құранда Аллах Тағала айтты ғой: «Ла ясхар қаумун мин қаумин». Бір қауым екінші бір қауымды менсінбеушілік жасамасын, оны төмен санамасын. Бәлкім сол менсінбегені олардан қайырлы болып қалуы мүмкін да. Алланың алдында кімнің қайырлы, кімнің дәрежесі үстем екенін Алладан басқа ешкім білмейді. Осы аяттарға иман етіп, Қытай, орыс кім екенін бірінші шешіп аламыз. Енді жаңағыдай ол Қытай қазаққа тең бе деген сұрақтар кететін болса, ол жаңағыдай пәлен жеп жүрген Қытай біздің жылқы жеген қазаққа тең болып ма деген сияқты сөздер қозғалатын болса, ондай теңдік бұл жерде жүрмейді. Тек тектілікке қаралады. Бізде қазақта да тектілікке қарайды ғой. Үйленетін кезде жігіттің және қыздың тегінің текті болуына мән береді. Текті болу деген неден шығады бұл? Текті болу деген оның тегінен ата-бабасының ішінде жаңағыдай патшалар, бай, әл-ауқатты жақсылар болсын деген сөз емес. Тектілік деген олардың діндарлығында, олардың сол ата-бабалардың арасында ешқандай ұрылардың, бас кесерлердің, біреудің малын тартып жейтіндер, сондай жаман арақ ішетіндер, сондайлардың болмауы бұл тектілікті сақтайды. Өтірік айтушылардың болмауы бұл тектің тазаруы келеді. Жақсы тәрбие берілсе, тектің тазалығы болады. Бізге дейін сондай нәрсе қаралды ма? Демек, бізден кейін де дәл сондай тектілікке мән береміз да, сондықтан да бізге отбасылық тәрбиесінде мынандай нәрсе айтылады. Отбасыдағы ислами тәрбиеге сол отбасының отағасы жауапты дейді да. Алайда бала шағаның текті болуына анасы да, отағасы да екеуі бірдей жауап береді дейді. Себебі тектілікті тек еркек адам қамтамасыз ете бермейді. Әйел де өзінің ар-намысын сақтап, көзін тыю керек, аузын тыю керек, құлағын тыю керек та. Сонда ол баласының текті болуына бұл нәрседе себебін тигізеді дейді. Ұрпақтың тектілігіне ата-ана екеуі бірдей жауап береді деп айтады. Ал енді Қытай мұсылман болған болса, қазақ мұсылман болған болса, екеуі де мұсылман болса, бір-бірінен екеш жүреді. Арасында мынау мықты деп айта алмаймыз. Қайсысы мықты болады? Діндарлығы қайсысынікі басым болады? Сол мықтырақ болады. Біздің Ханафи мазхабының ғұламалары айтады. Арабтардың араб еместен, немесе арабтардың өз арасындағы белгілі бір рулардың арасында бір-бірінен айырмашылығы болады. Себебі оған не үшін деп таңғалмаңыз, себебі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар оған. Сол хадистің құрметіне жасаймыз. Хадис жоқ болғанда біз де оның бәріне қосып беретін едік. Оны қазір мына жақта хадистер оқылады, сол кезде түсінесіз. Ал одан басқа ұлттардың арасында ешқайсының бір-біріне басымдылығы жоқ. Бұл шариғи үкімдерге қаралады да. Ал енді екінші бір маңызды нәрсе бар. Біз өзі қазақ қанша жылдан бері санымыз онша көбейе қойған жоқ қой. Қазір бір 19 миллионнан шамалы асып жатыр. 19 миллион 200 бірдеңе мың деп жақында санақ шықты ғой. Сондай санындамыз қазір. Енді осы елдің қамын ойлаған, ұрпақты ойлаған
үлкендер айтса, кеңес жасаса, өзара кеңесіп, сондай бір келісімге келсе, біз шариғатқа қайшы шыққандығымыздан емес, өзіміздің ұлтымызды, осы қазақ мұсылманды көбейту үшін, осы кең байтақ жерді ұстап тұру үшін бізге қыздарымызды сыртқа бермей, және ұлдарымызға өзіміздің қазақтықын берейік деген бір келісімге келіп, осындай бір ортамның сақтап қалу, қоғамға пайдасын тигізетін нәрсені жасаса, бұған ешкім жоқ деп қарсы шықпайды. Себебі бұл бәрібір айналып келген кезде мұсылмандарға пайдасын тигізетін зат қой. Біреудің мүддесі үшін болса дұрыс емес. Мұсылмандардың қоғамын көбейту, оларды нығайту, күшейту болса, ешқандай зиян жоқ. Осы нәрсені жасай бересіздер. Сондықтан дін деген кезде жаңағыдай таухид дінінде болу керек деген нәрсе шығады. Қазіргі христианмын дегендер, немесе яхудимін дегендер, Европаны көрген адамдардың өздерінің сөздері бойынша не болады? Оларда дінді қазір біздегідей сенім ретінде ұстанбайды дейді. Жай ғана бір өздеріне бір мақтаныш ретінде. Мысалға, бізде руын айтады ғой, менің руым пәленше деген сияқты. Оларда мен христианмын деп өздеріне бір хобби сияқты, бір мақтаныш сияқты қылып айтады дейді. Бірақ ол христиандықтың негізгі сенімін де білмейді дейді. Адасқан сенімін де білмейді дейді олар. Болуы мүмкін әлбетте ішінде діндарлар, бірақ олардың өзінде Иса пайғамбарды ол пайғамбар деп сенбеуі мүмкін. Оны жаңағыдай өздерінің үштік сеніміне қарап сенуі мүмкін. Демек бұл нәрсе біздің сенімімізге Алла Тағаланың тура дінінен алыстатты ма? Демек онымен арада некеміз жүрмейді. Қашанға дейін? Сол осы таухид дініне келгенге дейін. Енді бұл затты қорыта келе, оның бәріне басты қатырып қайтеміз. Өзіміздің арамызда жүрген көз таныс, өзіміздің ауылдың іргесінде жүрген мұсылмандардың қазақ қыздар мен қазақ жігіттер жетеді. Соны ала берсеңіздер, сол жетеді. Соның өзі тектілікке, қан тазалығы соның өзі жеткілікті. Үлкендермен ақылдасып, жан-жақтан сұрастырып, ортаға жаңағы жеңгетайлық жасайтындар жеңгелерді салып, сөйтіп алғанға жетпейді. Даладан алып келгенің басқа бірдеңе болып шығуы мүмкін. Мен білем дегенде болмайды бұл жерлерде. Одан кейінгі мына бір нәрсені қосып өтуіміз керек. Негізі бұл жерде көп қосылмайды, бірақ ғұламамыздың айтуы бойынша уақытша некесі жүрмейтін харам болғандардың ішінде мынаны да қосып өтуіміз керек. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумадан келген хадисте былай дейді: Ла яхтубур ражулу аля хитбати ахихи. Бір мұсылман ер кісі өзінің мұсылман бауырының хитбасына араласпасын дейді. Хитбасының үстіне хитба жасамасын. Хитба деген не екенін айтамыз. Хатта ятрукал хатибу қаблаху. Өзінің алдындағы хитба жасаған адам сол қызды қалдырғанға дейін. Әу яъзана лаху, немесе екінші келіп тұрған, хитба жасағысы келіп тұрған жігітке рұқсат бергенге дейін дейді. Бұны қазақша айтатын болсақ, былай ғой. Біреудің сырға салған қызына барып сен араласпа деген сөз. Қашанға дейін? Ол сол салған сырғасынан кері қайтқанға дейін, немесе саған да ал өз мүмкіндігіңді көр ал деп рұқсат бергенге дейін деген сөз. Бізде бұны сырға салу деп айтама? Солай. Барып, жаңағы енді атасыру деген бөлек нәрсе де бұл жерде. Ол себебі атасырудың үкімі басқаша шығады. Ал енді бұл бір қыз бой жеткен, бір жігіт бар, ер жеткен. Сосын сол ер жеткен ер жігіт жаңа қыз баласына барып келісім жасайды да ортада. Неке қиылған жоқ, келісім жасайды. Сырғасын салып қояды деген сияқты біздің қазақтың сөзімен. Енді сол барып біреудің уже көз салып көріп кеткен қызына, құлағында сырғасы тұрған қызға сен барып араласа алмайсың. Бұл харамға жақын макрух болып есептеледі. Қашанға дейін болады? Мүмкін ана адам соңына дейін барып некесін қиятын шығар деген сияқты ғой. Немесе бір екі мұсылман бауыр деп айтайық. Араларыңызда отырған бір екі бойдақ. Пәленнің қызы бар екен деп естиді. Сосын екеуі бір-біріне рұқсат береді. Жаңағы біріншісі барып соған
сөз салады, жаңағы қызын сұрайды деген сияқты. Енді егер бұл бауыр ана екінші бауырына рұқсат бермесе, ол бара алмайды да. Бірақ ол жаңағы мұсылман бауырына айту мүмкін, барып көрші, сен де барып сұрап көр, әкесі кімге рұқсат береді екен, көрші өзің барып деп айтады. Деген кезде оның да баруы ешқандай тыйым салынбайды. Реті келгенде айтып кетейін, дәл осы жерде мұсылманның саудасына да араласпайды. Мына хадис негізі ұзақ хадис қой, басқа риуаяттарда екеуін қосып айтады. Мұсылманның саудасына араласпайды, мұсылманның осындай сөз салуына араласпайды. Араласуы ол харамға жақын макрух болады. Пайғамбар саллаллаху хадисінде тікелей қайтарады. Мысалы, мен барып бір бауырымыздан бір көлігін алып тұрсам, оны келісіп, қолымдағы бар ақшама арзан қылып мен алып тұрмын да, 1,5 миллион деп. Екінші бір мұсылман естіп қалады да оған телефон соғып, маған бер, мен 1,600,000-ге аламын десе, ол харамға жақын макрух жасаған болады. Олай жасауға болмайды. Күту керек. Разылық сатушыда. Ол өзі кімге сатады, өзі біледі. Міне осы кезде, егер сізге осындай адам тап болса, сіз сатушы ретінде, берекені беретін Алла ғой. Сіз сатушы ретінде ана 1,600,000 деп тұрған адамға айтыңыз да, бауырым, сенікі дұрыс болмады. Сұрақ қойып ет менікі. Қанша берсең де, бұл нәрсені келесіде жасама. Бұл мұсылманға жасаған қиянаты болады деп түсіндіру керек. Егер шамаңыз жетсе жасаңыз. Бірақ жаңа ақша көрген кезде кетіп қалмау керек та. Онда екеуміз келісе берейік, ана жаққа бірдеңе деп айтармын деп өтірік кетіп қалып, Алла тағаланың берекесінен айырылып қалмайық. Міне осылайша шамамен бір 4-5-еуін айттық. Уақытша біздің некеміз жүрмейтін адамдар осылар. Біздер енді еркек болғаннан көбінесе еркек бағытымен айтамыз. Дәл осыны өздеріңіз салыстырмалы түрде әйел жағына да, қыз бала жағына да салып алсаңыздар болады. Бәрі сол бірдей үкім. Мына бір хадисті, жақсы келін таңдау дегеннің бір-екі хадисін оқып өтейік. Келін таңдау дегеннің астарында сіздер өздеріңіз балдарыңызға келін іздеу, және бойдақтар өздеріне жарын іздеу деген сөз ғой. Атақты өзімізге баршамызға белгілі хадис, Абу Хурайра радиаллаху анхуден жететін хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Тункахул мар'ату ли арба'i". Әйел адам 4 нәрсесіне қарай некесі қиылады дейді. Лималиха, біріншісі дүние мүлкіне қарай. Вали хисабиха, вали джамалиха, вали диниха, фазфар бизати дин, тарибат ядак дейді. Біріншісі дүние мүлкіне. Одан кейін тегіне, одан кейін әдемілігіне, сосын діндарлығына дейді. Осы 4 нәрсеге қарай әйел адаммен неке қиылады. Енді айтады: "Фазфар бизати дин тарибат ядак". Діндар болған таңда қолың топыраққа ұрылсын дейді. Қолың топыраққа малынсын деген сияқты ғой. Қолың шықсын деп айтады ғой бізде. Сол сияқты нәрсе ғой. Бұндай жерде айтылатын жаңағы жақсы сөз сол да. Қолың шықсын деген сияқты. Діндарлысын таңдасаң, қалғанның барлығы діндарлық соның орнын бәрін басып өтеді. Бұл хадисті қысқаша түсіндіретін болсақ, дүниесіне қарай дегенде бізде бірден андай осы заманауи пендешілік ой келеді да, сонда не байлығына қарап қыз таңдаймыз ба деген сияқты. Жоқ, оны меңзеп жатқан жоқ. Оның дүниесіне қарап таңдау дегенде, дүниесі бар қызды алсаң, ол дүние көрген қыз болғаннан кейін, дүние мүлік, ақша көрген қыз болғаннан кейін, сенің қолыңдағы дүние мүлікке алданбайды дейді. Ол оған азғырылмайтын болады дейді. Себебі ол дүние мүлікті көтер алатын жерден келген дейді. Тегі не қарау деген сөз, жаңада қысқаша бір айтып өттік қой. Тегі таза болу, текті болу біздің енді қазаққа жат нәрсе емес, бізге таңсық нәрсе емес. Оған біз қатты мән береміз ғой, текті болу дегенге. Бірақ қазір сол нәрсе жоғалып бара жатыр ғой. Тектілік жоғалғаннан кейін ұрпақта жаңа ауру, сырқау, ақмақтар, сондай нәрселер пайда болады. Өтірікшілер пайда болады, алқаштар пайда болады, құмар ойнайтындар пайда болады. Оның барлығы аяғы аспаннан салбырап түсе салған жоқ қой. Соның барлығына тектіліктің болмауы және тәрбиенің аздығы себеп болады. Түбінде бір 20-30 жыл өткеннен кейін бүткіл ұрпақ бұзылып кететін болады. Біз жоқ болсақ та артымыздан ұрпақ бұзылып кетеді бірақ.
Әдемілігіне деген сөз, әдемі болу керек қой, әлбетте, жарың өзің үшін әдемі, әркімдікі өзіне дейді ғой. Сол сияқты өзіңе ай болып көріну керек те ғой. Сен де өзің бір жаңағыдай не емессің ғой, түсініп тұрсыздар ғой жалпы, өзің әли емессің. Енді сенің жұбайың, сен қандай болсаң, Алла тағала дәл сондай қылып береді де саған. Өзіңнің түрің мынандай болып жатыр, бірақ сен басқа бір қиялың басқа жақта әлі айдан түспеген болса, ол да болмайды да. Сол үшін әркімнің, мысалға, менің қызым болса, менің қызым мен үшін әдемі. Менің анам болса, менің анам мен үшін әдемі. Менің әпке қарындастарым мен үшін әдемі. Оны келіп біреу әдемі емес десе, менің көңілім етеді ғой. Сол үшін сіз де дәл сондай-ақ біреуден қыз алатын кезде, жар таңдайтын кезде, оны да солай әдемі қылып көру керек та. Сонда әділетті болады. Еркекпін деп тек олай отыра беруге болмайды. Бұның астарынан қандай пайда шығады дейсіз ғой әдеміліктен? Әйелі әдемі болғаннан кейін ер адам көшеде ана-мынауға қарай бермейді дейді. Сол жерден пайда тигізеді дейді. Енді еркек болғаннан кейін ол нәпсі жатпайды ғой. Адамдар ойлайды ғой, жаңа бір қатын аламын, сосын екеуін аламын да тоқтай саламын, үшеуін аламын тоқтаймын. Ол тоқтамайды ғой. Кете бер 20-сын алсаң да еркектік тоқтамайды ғой. Себебі ол Алла тағала оны сондай қылып жаратқан. Оны кім? Еркек адам өзі тежеу керек. Өзі оны тәртіптеу керек. Бір қатын алып, соны тәрбиелеп, сонымен де шахуатын басуға болады. Ол үшін не істейсің? Әдемісін аласың да. Сосын діндарлысын аласың. Ең соңында айтқаны дініне қарап деді. Діндарлысы. Ең маңыздысы осы, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге кеңес бергені де осы діндарлысы болды. Фазфар бизати дин деді. Діндарлысын таңдады. Енді сізге бір таңдау келді деп айтайық. Бойдақтарға айтайын да, бір таңдау келді. Алдыңда бір екі қыз өтті, ұсыныс жасап ше. Екеуінде де бір болып қалады деген мүмкіндік тұр. Біреу әдемі, бай. Екіншісі сол түйе көтеріп жүрген бір жаңағы, бірақ діндарлығы мықты. Қайсысын таңдайсың? Истихара оқисың ба, не істейсің? Бірақ истихараңдағы көңілің бәрі әдемілікке бұрып тұрады да. Ағамыздың айтатын сөзі бар еді, ол әдемі болғанын қайтайын, түріне сорпа құйып ішем ба деп. Сол үшін ол әдемілік, ол болады, уақыт өтеді, ол ескіреді ертең. Өзің де ескіресің. Дәл сондай да. Ол егер махаббатың шынайылығың әдемілікке байланса, әдемілік солғаннан кейін ол да солып қалуы мүмкін да. Ал діндарлық ол дүниені де, ақыретті де, жәннатқа кірсе жәннатты да қамтитын нәрсе ғой. Иман деген сондай зат қой. Сол үшін соны таңдаған ұтымды болады да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның діндарлы болған таңда қолың топыраққа малынсын деген сол. Қолың шығады дейді да сонда. Жақсы болады дейді. Жалпы жақсы келін таңдаудың бірінші хадисі осы. Қалған бұл жақта көп мәселелер бар. Оларды иншалла келесі сабағымызда талқылайтын боламыз. Алла баршаңыздан разы болсын. Аллах тағала баршамызға амандық берсін. Аллах тағала тауфиқ берсін. Алла бізді адастырмасын. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алхамдулиллахи раббил алемин.